Бақыт Өмір аға, біз қазір Қасабай батырдың кесенесіне келдік. Қар болған соң көлікпен жүре алмадық, осы жерден тоқтадық. Осы Қасабай батырдың кесенесі туралы қандай мәліметтер бар? Бірінші өзіңізді таныстырып, ары қарай айтып берсеңіз, болашақ ұрпаққа бір естелік болып қалсын осы Аягөздің тарихы. Мен ол Қасабай батырдан бастап тұрғанымыз, бұл жоңғар қазақ соғысының, Қытай қазақ соғысының Абылай хан кезіндегі мыңбасы. Найманның Тума Тоқпақ деген бөлімі, Шыңғожа батыр Тума Тоқпақтан шыққан мына кісі, осылар соған қарсы мыңбасы әскер басы болғандар ба? Содан кейін соғыс біткен кезде осы жерге мекендеп, мына жерде қайтыс болған. Өзінің туыстары бар басқасымен. Соны енді ұрпақтары келіп кесене жасап кетті. 1757 жылғы ең соңғы үлкен ірі соғыс жоңғар қазақ Қытай арасындағы соғыс. Мына жерде Үшәулі деген жер бар, Ақшәулі. Сол жерде аяқталып, содан кейін осы Мамырсу, Лайсу дейді, Батпақсу дейді. Осы жерге Абылай хан үй тігіп, Қытайдың елшілігі атынан генерал Фуде деген келген, сол бір топ делегация келген, әскерлермен келген, сонымен осы жерде қолдарын қанға малып, қазақ, Қытай, жоңғар арасындағы соғыс осымен бітті. Осымен деп үлкен келісім жасаған. Тарихтан оқып қой. Осы өңірде сол соғысқа нүкте қойылған ба? Нүкте қойылған, бірақ одан кейін де соғыс болды, бірақ үлкен соғысқа. Сол тұста жоңға 1755 жылы Әмір Садан Сұлтанат 55-56 жылдар Қытай империясы, жоңғар империясы жойып берді. Екі қолбасшы қалың әскермен шығып, Әмір Саданның сұрауымен жоңғарға билік көтеру үшін Әмір Сана келеді ғой, сол Әмір Сананың өз халқын қырғаннан кейін Әмір Сана қарсыласып, ол қазаққа қашып келеді. Сол Әмір Сананың Сұлтанат мен жоңғар жойғаннан кейін Қытай қазақтың жерін жою керек қой. Соны шабуыл жасаған кезде қысқасын, ол үлкен тарих. Мына жерде Үшәулінің бойында тоқтатып, артынан келісімге келген. Келісімге келіп Қытайлардың елшілері көктемнің кезінде Мамырсу дейді, Лайсу дейді. Ана жақта Батпақсу дейді. Бұдан 30 километр алыс, 32 километр. Осы жерлерде тұрып, осы жерде үлкен нүкте қойылған соғыс. Сол соғыстан кейін тағы да соғыстар болды. Қасабай батыр жер бөлу деген болған. Жоңғарлар уақытша жауламаған жерді бөліп беріп отырған ғой. Кімге? Біздің қазақтың арқаға, сырға шегініп кеткен ұрулар қайтадан келген наймандар негізінде. Сол наймандарға жер бөліп берген кезде осы Қасабай батыр осы жерде мекендеп, өмірден осы жерде өткен. Қасабай батырымыз қазақ. Қазақ, найман. Қабанбай атамыздың ұрпағы. Ұрпағы болғанда руласы. Бұл кісі Тума Тоқпақ. Тума Тоқпақ. Қабанбай батыр Қарагерей, енді бәрі бір атаның баласы, бір атаның баласы. Сол кезде қазақтың берекесі, мына хан, қазақтың ханы Абылай, осы тұста Әбілфейіз болған. Әбілфейіз хан білетін шығарсыздар енді. Сол жерді босатқан кезде қайтадан орналастырады ғой жерді. Найманның жері деп келісіп, мына жерге сіз мына ұры орналасады, мына жерге мына орналасады деп орналастырып, ары қарай жауды қуып, анау Алтай, Тарғабата, Ерен Қабырға, Тянь-Шань дейді ғой. Сол тұста қазақтың ең шегіне дейін барған ғой. Сол кезде береке бірлік керемет болған. Мына жерге сіздер орналасып қаласыздар деп қалған ғой сол рулар. Сол кезде Тумақ Тоқпақтар біраз мекендепті, кейіннен бұл кісілер мына Үшарал жаққа ауысып кетті. Мына жерде Шыңғожа батырдың зираты бар. Екеуі рулас. Шыңғожа батырымыз жолда. Жолда, иә. Осыдан 35 шақырым жерде. Ол енді айтып тұрған Аягөзге қатысты болғаннан кейін енді Мамырсу бітімі осы жерде болған. Анау жерде қарайып көрініп тұр. Ол Мамырсу кейіннен Сергеополь атанды. Қайтадан Мамырсуға атанды. Сонда Сергеопольға дейін бұл мекен Мамырсу деп аталған ғой, иә? Мамырсу деп аталған мұны өзінің аты. Бірақ Аягөз, жалпы Аягөз деп аталған. Аягөз. Кейіннен бұл Россияға қарағаннан кейін 1824 жылы указ шығады, қазақ хандығы жойылады ғой. Ең соңғы хан Қасым хан өледі, оның орнына Убайланып хан қыламыз дегенде тоқтады. Содан бастап патшаның указымен соның отарлы ер ретінде губерниялар, уездер пайда болады. Сонда Қазақстанда бергі жақта пайда болған 7 уездің біреуі Аягөз уез деп. Соның орталығы, қазақтар ояздық дейді, осы мына Мамырсу тұрған жерде, біздің артымызда тұр ғой. Ол кезде Аягөз деп аталған, Аягөз округ.
Аягөз округы осы жерде құрылған. Мамырсу. Бұны 1731 жылы мамыр кезінде құжаттар бойынша бекіткен. Сол орталығы міне мына тұрған қазіргі Мамырсу ауылы осы жерде орналасқан. Бұның негізгі орналасуы мына жібек жолы болған, мына жерде жібек жолының бір тарапынан Қытаймен екі ортада сауда жолы және мына жақтан шабуылдан қорғау үшін 200 әскер әкеп кәдімгі станица деп салады ғой кезде. Соны әкеп мына жерге казачество солардың ояздың орталығы, уездің орталығын құрған ғой. Царь біз патшаға, орыс патшасына өткен кезде жібек жолы тоқтап қалды ғой? Жібек жолы жоқ, бірақ соның сілемі сол сауда жолы болған. Мына жерде бұлай тура жүрсе бақыты арқылы Шәушек. Бірақ болған. Иә, Шәушек деген қала. Ол Шәушекті сол кезде саған, Шәушек деген сөздің өзі тақия деген сөзге келеді. Сол жерде базар болады. Бейбіт өмір болған соң сол жерде базар болады. Енді тарихта бар. Шәушекте қазақтар көп қой? Жоқ, бұрын қазақта тұрған ғой. Соңғы сол жерден бері қарай сауда жүргенде осы жол арқылы жүріп Семейге барады. Былай қарай Қарқаралыға шығады. Осы жерден үлкен жол болғандықтан, сонда тоғыз жолдың тора болған соң Аягөздің баяғыдан көнеден мекен болған бұл Аягөз осы жер. Осы тұстың бәрі қазақтың үлкен мекені болған. Бір 30 жылдай айырылып қап ұлы жүздер мекендеген. Содан бір 30 жылдай айырылып қап жоңғарлар мекендеген алтан былай қарай. Сол мына бұның ететіні Қытай, жоңғар солардың дәл өтінде тұр ғой Аягөз. Сол Аягөзде жаңағы соғыс бола беретін сол. Қазақтың ең үлкен ірі 9 соғыс осы тұста болған. Ең мына біздің Әбілқайырдың жеңілген жаңағы жерде Қаратау деген Қарауыл деген жер бар. Қарауыл. Сол жерде Әбілқайыр хан мен Сәмекенің арасында келісім болмай жоңғарлардан жеңіліп 1720 жылы дейді, қазір 1717 деп ғалымдар айтып тұр. Біз жеңіліп шегінгенбіз осылардың. Ақтабан шорында Алқа Сұламанның кезінде. Содан көбі сырға дейін алып кеткен. Содан мына жерде жоңғарлар біраз иемденіп ұлы жүздердің біраз тайпасын орналастырған. Кейіннен қайтадан осы жерде біз Аягөзге келіп, ең соңғы үлкен соғыс жоңғарлардың талқандаған осы Аягөзде болды. Оғанға дейін Көгілдір соғысы дейді. Енді ондай соғыс, мына Шыңғожа соғысы дейді мына жерде. Ақшәуле, Үшшәуле соғысы дейді. Ондай соғыстар көп болған ғой. Оның артынан кейіннен ұсақ соғыстар болған. Аягөздің есі соңғы тарихқа белгілі аты сол кезде шықты. Мына Мамырсу Қанжап бітіміне байланысты. Одан кейін мына орыстар 1824 жылы хандық жойылғаннан кейін губерниялар құрды. Бұл алғашында далалық губерния, соны Түркістан губерниясына қарады. Содан уездер құрды. Сонда құрылған уез осы орталық Аягөз болды. Оған мына Көкпекті, мына жақта Үржар, Мақашы бәрі. Осы бір облыстың жерінде ғой. Мына жақтың бәрі соған қараған. Кейіннен бөлінді, Көкпекті уезі бөлініп шықты. Содан кейін бұл жерде Сергөпілде әскери кәдімгі әскерлерді әкеп орналастырған. Кез келген жағдайда бір соғыс болсын, көтеріліс болса, соған қарсы ғой. Соң Қарқаралыға, екі аралықта не жоқ, Қарқаралыға да әскер орналастырған. Қарқаралы өзі болған мына жақта. Қытайға қарсы әскер ғой сонда? Енді Қытайға қарсы, ол Қытайды айтады бір жағынан, екінші жағынан ұлт азаттық көтеріліске шығады. Өзіміздің қазағымыз 100 жылдай ұлт азаттық күреске қатысты емес па? Ресей империясына қосылмаймыз деп талай қан төкті ғой қазақ. Соларды басу үшін анда-мында жаңағы әскери станица, бекініс, крепость дегенді орыс патшасы салып тастаған осы біздің қазақ даласында. Именно осы біздің қазақты басу үшін ғой. Ол негізі айта береді, сауда жасау үшін не Қытайға басқа қарсы. Мәселенің бәрі сол бас көтере қалса, мына жерде дайын әскер бар, Қарқаралыда бар, мына жақта Бақты жайық жақта бар. Бұлай қарай мына Зайсанда салып тастаған, білесіңдер, бұлай қарай Лепсі жақта. Сондай салып тастаған ғой. Ол енді түп мақсат, ол тарихта неде көп жазылмайды, айтылмайды, оны айтпайды. Көп көтеріліс болған, көбісі әлі зерттелмеген, зерттелгені бар, зерттелмегені бар. Бірақ қазақ оңайшылықпен деп басын иіп қосыла салған жоқ қой. Талай қан төгілді ғой, төгілді. Казачество дегенді енгізді қазақ жеріне, саблямен жүретін. Без суда и следствия могли убивать казахов, да? Сондай құқы беріп қойған оларға орыс патшасы. Жаңағы бізді не деді? Қазақтарды не деді? Басмачи деді ма? Ол кезде Киргиз Кайсак деп. Киргиз Кайсак. Басмачи кейіннен ол. Кейін ба? Басмачи емес, негізінде қазақ деген халық. Мойынсымаған қазақты не деді олар? Бір сөздері бар еді. Сөздері болғанда бұлар енді бандиты, тағы халық дейді ғой. Дикари дейді негізінде. Дикари. Жабайы халық, тағы халық деп келді. Сонда мына Екатерина мен Колпаковскийдің жазысқан қатысы бар. Қазақ деген
халық алтын орданың мұрагері, бүкіл түрік әлемінің мұрагері, түріктің орталығы болсын, соны есіне сақтамас үшін қазақ деген атты өзгерту керек. Қайсақ деп тағы. Қайсақ, киргиз, қайсақ деп қырғыз деп. Төл атымызды алып тастады ғой. Не деген политикалары мықты. Менің мамам айтады, на орыс дейді. Қазақ 3 жыл бұрын несін күнін ойламайды. На орыс 100 жыл бұрын, 1 ғасыр бұрын ойлайды политикасын дейді. Сонда мамам дұрыс айтады екен, кішкентай кезімде сөйтіп айтып отыратын. Сонда олар сол кезден біздің қазір міне көп қазақ мәңгүрт болып жүргеннің ол сол политиканың нәтижесі. Енді сол кезде ұлттың көсемдеріне, көтерілмеген көсемдеріне атақ береді. Харунжи, капитан, Есаул деген атақ беріп қояды. Волостной, городничий, біразлер өздерінің системасын енгізді ғой біздің далаға. Кенесары көтерілісі болды мысалы үшін. Кенесары соңғы хан қазақтың қайтарын. Сол кезде Кенесары қосылып кетпес үшін жайыңды әрекет қазақты қазақ қайдап салған ғой. Сонымен қазақтың казачество деген шыққан 1500 жылдар ел білет, Запорожье, Сочи, Донской казахи деген қайдан шықты? Ол қазақ деген еркін халық, қазақ деген батыр халық, біз сол түріктің батыр халық сияқты орталыққа империяға бағынбайтын халық боламыз деп ғой. Сонда орыста қ деген әріп жоқ. Қазақ деген сөз қазақ деген алған ғой. Ол енді қазір зерттеп жатыр. Оның бәрін айтпай, мына экспансия деген сол ғой. Ұлттың санасына сызып тастау керек қой. Ар жақтағы батырлықты, жігерлікті. Бір далада жүрген, қаңғып жүрген, түкке әлі келмейтін халық сияқты көрсетті. Мына жазбаларында мен осы келді академик профессорлар. Орыстың ана тарихи жазбаларына нақты сенбеңдер. Оның сенетін жері бар, даталарына сеніңдер. Бірақ олардың жазған анандай мынандай болды деген сенбеңдер. Олардың ар жағында олардың көбі разведчик болған, барлаушы болған. Барлау арқылы келген. Қазақты сүміретіп, халықты жоқ қылып, мынау бос жатқан жер деген сияқты келтіріп, жерін алып алу ғой мақсат. Енді сондай мақсат болған. Әйтпесе бұл жерде анау көне түрік қағанаты кезінде наймандар мекендеген. Оның бір дәлелі осыдан 100 шақырым, 110 шақырым жерде Қозы Көрпеш Баян Сұлу кесенесі бар. Қозы Көрпеш Баян Сұлу лира эпостық жырына байланысты, жырының оқиғасына байланысты шыққанда соның 1000 жарым жылдығын 2002 жылы тойдадық жаздың кезінде. Ол кешеден Әлікей марғұлан түріктің сол кездегі замандағы өркениет мәдениеті дындар салынды, дын дейді оны. Соны зерттеп, дәлелдеп кеткен түрік заман екен. Сол кезде мекендеген. Сол кезде найманның тайпалары мекендеген. Жердегі балталы, бағаналы елден келдік, бақалы, балғанды шөлден келдік деп айтады ғой. Қарабай өзі түрікменнен қазаққа сіңген. Содан айналып кеп, осы жерге келеді. Қазақтанып кеткен нелер ғой, баянның әкелер. Мына балталы, бағана деген 8 сулы, 9 сулы найманның 2 тайпасы. Ол сол жақты мекендеген. Балқаштың ар жағынан айналып келген ғой. Сол заманнан мынау бір замандарда Орхон Енесейдің бер жағынан бастап найман хандығы болған. Керей ар жағында. Мына жағында уақ, соңген арғын бәрі ағайынды орта жүздің түптері несі ғой. Солар анау заманнан бастап түрік заманында түріктің құрамында өмір сүрген ғой. Содан мынау наймандардың ата мекен жері негізінде. Соның орталығы осы Аягөз болған. Оның дәлелі Янушкевич 1800 атта біреулер кетіп барады. Айта беріңіз. Янушкевич 1864-65 жылы деп. Осы жаққа кеп жолыққанда найманның жерін аралағаннан кейін мына Барақ Сұлтан кесенесі бар. Соны көріп даланың Геркулес деп атап, содан кейін мына жерде Аягөз наймандардың астанасы деген жазып кеткен. Янушкевичтің кітабы шыққан. Соның ар жағында сөз жаны бар. Найманның бір орталығы. Анау үржер жақта найман қала деген қала болған. Енді бұның бәрін тарихшылар зерттейді ғой. Біз енді ашылып 30 жыл енді зерттеледі деп үміттенейік, иә? Үміттенеміз. 30 жыл ішінде әлі де зерттелмеген тарихымыз көп. Мен просто қысқаша кейінгісін айтты. Содан кейін мына жерде ең алғаш Приходская школа мен серкіп салынған. Ол жаққа барып түсірейік, Бақтымыр аға. Соған барар, иә. Сосын кішкене тоңып қалдық. Мұра жерден Шоқан Уәлихановтың жолы бар. Ана Қозы Көрпешке баратын. Осы жерден өткен. Жарайды, сол жаққа барайық. Сол жаққа барайық мен. Ояздың орталығымен қазір мұнар болған. Қазір біздің гарнизондар бар осында. Қазақстан мемлекеті. Орталық осылай болған. Аягөзден бойы. Мұна жерде Аягөзден бойы. Осы жерде алғашқы Аягөз округінің орталығы осы жерде салынған. Бұл қазір не? Бұл әскери гарнизонның қарауында. Сергеополь военный городок деген осы ма? Иә, осы. Шет анау басынан жақта. Енді осының ішінде қалып қалды. Осының ішінде тарихи орындар көп.
Осының ішінде қалып қалды ма? Ішінде біраз бар. Оны жазда барып көрейік, оны аралауға болады. Қазір кіргізбейді дейсіз ғой? Қазір керек жоқ, қазір енді уақыт кетеді. Иә. Мынау приходская школа болды дедіңіз ба? Осы болған приходская школа, шіркеу болған. Осының ішінде? Иә, осының ішінде. Шіркеу деген церковь деген сөз ба? Церковь, иә. Орыстың. Оны не кімдер? Орыстар сап қойған ба? Орыстар салған. Қай жылы? 1841 жыл ма? Кім үшін? Өздері үшін салған ғой енді. Әскерлер келді ғой, соған ояздық өкімет келді. Олар христиан дініне шоқынады, олар молдалар, поптар бар, солардың бәрі нету керек қой. Сол үшін салған. Содан кейін мектеп салған. Әскерлердің балаларынан орыс тілінде. Орыстардың дегенде. Иә. Ақтайлақ Байғара деген біздің аталарымыз бар, мына неде. Сол өмір сүрген, сол ойлап мына Түркістаннан молдалар алдырған ғой шығыстан. Тұра тұрыңыз, қалай кім? Ақтайлақ Байғара. Ақтайлақ Байғара деген? Иә, Байғараның баласы Ақтайлақ. Осы Сыбан елінің, Сыбан орналасқандағы ең мықты би болған. Би? Ақтайлақ би? Ақтайлақ би. Енді онан Байғара, Аягөз орталық болып ол кісі қайда өмір сүрген? Осы міне мына Сергеопілда? Осы Мамырсуда? Ол кісі мына орталығы мына Сарыарқада. Содан Байғараның несі мына Құндыз деген жер бар. Мына Ақшатаудың ар жақ шетінде. Сол жерде мекен. Ақтайлақ би болған? Би, қазақтың мына осы жақтағы үлкен. Судебная система казахов того времени. Судебная система, сол билік бәрін жүргізеді. Мына жақта ояздық, соған көмектес. Мысалы, қазір депутаттар бар ғой, мәслихат деген сияқты ғой. Бірақ олар ол кезде сот жоқ, сотта билер шешеді, прокурор да сол, милиция да сол, ақсақалда да сол. Үлкен рөлі болған. Ол мына оязға қарамды үлкен рөл. Бірақ оларға ерік беріп, көтеріс бірдеңке болу үшін олармен келісімге келіп, рұқсат беріп отырған. Содан ол Ақтайлақ би әкесі Байғара бір кезінде алып келген осы Аягөздегі жаңағы діни өкілдерін оқытуға, балаларын оқытуға, медресе салуға. Соны ол кісі бір 30 шақты семьяны көшіріп әкеп, содан кейін қай жақтан көшірген? Мына Түркістан жақтан әкелген. Қазақ шоқынып кетпесін деп Ақтайлақ би Түркістан жақтан молдалар әкеледі. Молдалар, қожалар да әкеледі. Қожалар да әкеледі. Қазақтың жаңағы орыстанып шоқынып кетпес үшін мақсатында. Оның бір тармағы мына Мұхтар Әуезовтің аталары Абайға кеткен. Bir bölüгі мына Ақсуат жаққа. Содан мына бәрі медресе сап. Сонда Түркістанның қожалары келеді, иә? Соны қолдап, Ақтайлақ биді қолдап. Ақтайлақ билер көшіріп алады. Көшіріп әкеп бүкіл жағдайын жасайды. Олар бай болған ғой, билер бай емес па? Бай ғой, оған жер береді, жаңағыдай жағдайын жасайды, бәрін жасайды. Балалар қазақтың бәрі феодалдық заманы ғой. Иә. Сонда сол кісі тыңдайды. Соңын патша өкімет болған соң, оған қосымша сұлтандар тағайындап қойған. Сұлтан. Оязбен бірге. Сұлтандар, соң волостной болыстар дейді, солай не бөліп қойған ғой, сонда. Бұл қай жылдары? Бұл 1000 мына революцияға дейін болыс болған сұлтандық 1864 жылы тоқтатылған. 64 жылдары? Оғанға дейін сұлтандық болған. Иә. Жаңағы алғаш орнаған кезде патша үкіметі жергілікті халықпен санасу үшін окружной правительство жаңағы құрды ғой. Соған қосымша жергілікті халықты басқаруға сұлтандарды тағайындады. Оған келісті тағайындамаса кім біледі көтеріліс бола ма? Қазақты әйтеуір алдап қою ғой, әйтеуір көтерілмесін деп. Ал сонымен бірге ақсақалдарын тыңдайды, билер болған, билер өкіметі сияқты. Сонда жаңағы жерде қазір былай айтқанда 3 өкімет, бірақ орысқа бағынады. Анау қазақтың бәрі рухани дүниесін жаңағы жасап отырады, билер жасап отырады. Ал енді жаңағы сұлтан орыстың патшасымен бірігіп салық жинау деген сияқты экономика ғой. Ол кезде Кенесары хан бар ма? Кенесары хан ол заманда бар, бірақ сол 46 жыл ма Кенесары талқандалды ғой. Ол иә, бірақ ол бәрібір орыс патшасына қарсы жаңағы не жүргізіп жүрді ғой. Бірақ сол ана біздің сол кезде патшаға істесе де, патша үкіметіне бағынса да ұлттық рухты солар сақтап қалған ғой, жаңағы билер деген біз ана кейін түсінеміз, байлар, олар бай болды. Олар ақылды болды. Жаңағы сұлтандар да ақылды болды. Қазақ халқын сақтау үшін олар күресті, бағына жүріп. Шарт қойылды ғой, міне біз әкелдің бе, біз енді мешіт саламыз, медресе саламыз деп, сол кездерде басталған. Енді негізінен айтады, Ақтайлақтың заманында басталды деп. Жаңағындай біздің осы төңірекке Аягөз, мына Абай бар, Аягөз, Ақсуат, мына Үржар бәрі төңірекке осы Ақтайлақтың әкелгені көбейді деп. Оның алдында бірақ Байғара да әкелген. Байғара әкесі? Әкесі, Ақтайлақтың әкесі. Байғара би өте діншіл адам болған. Ол кісі де би болған? Ол кісі де би, осы төбе би дейді ғой, ең үлкен би. Билер көп, ауданның әкімі, облыстың әкімі деген сияқты. Иә. Сондай болған ғой, сол кісілер медресе ашқан, соның
енді ана Байғараның Ақтайлақтың әкелген емес, мына кім сол Байғараның кезінде Құрбанғали Халидтің әкесі Халид кеп осында имам болып мешіт салып, медресе салып, сол Құрбанғали содан оқыған осында. Кейіннен ол Шәушекке кетіп, Таурих Хамса Әл-Шарқи деген үлкен еңбек жазған, 5 кітап жазған. Стамбулға барған, әр жерге барып, соның ішінде Аягөз туған жеріміз, Найман өскен еліміз деген бөлім бар. Сонда Аягөздің тарихын жазып, жаңағы Мамыр Сұлу бәрін кітабы бар. Аты кім автор? Қалай? Оның Құрбанғали Халидтің кітабы. Құрбанғали Халид. Халид. Иә. Құрбанғали Халид. Иә. Ол қазақ негізінде, несіне қарасаң татар сияқты. Оның конференциясында бәрінде мен болдым, зерттеуінде. Ең алғаш зерттеуші мен болғам оны. Сол кісінің 1846 жылы дүниеге келген Аягөзде. Түсіндім. Соны айттым. Тарихшы. Иә, мына жаңадан орнап, мына жерде ояздар құрған кезде баяғыда 1846 жылы дүниеге осы жерде әкесі Халид деген кісі. Әкесі медресе ашуға ықпал жасап, сол медреседен жаңағы Құрбанғали Халид оқып, жаңағы мешіт ашады, медресе ашады. Оның алғашқы имамы Нұрсұлтан деді, мен шатастырып алмадым. Сол болған, содан кейін ол жерде дін ғана емес, тарих, математика, дүниетану бәрін оқытқан ғой. Содан ол кісі кейіннен Шәушекке алып, сонда имам болды. Содан кейін бүкіл дүниені аралап, жазушы, ақындығы бар, тарихшы. Мына орыстың тарихын, Қытайдың тарихын, арабтағы тарихын, қазақтың тарихын салыстырып тұрып, зерттеп, Жаһаннама деген кітап жазған бірінші. Бұл Америкаға Жаһаннама. Ол Америкаға кетіп қалды, бір кезде қудалау көрді ғой. Оны мына естіген Тұрсын Жұртбай аударды деп Шағатай тілінен. Ол заманда Шағатай тілінде жазған. Содан кейін ең үлкен еңбегі, сол 5 кітап жазған, ең үлкен еңбек 800 беттік Таурих Хамса Әл-Шарқи деген. Ол 5 салалы мемлекеттің тарихы деген сөз. Соның ішінде өзі туған жері, мына осы Сергөпіл, Аягөз. Аягөз туған жеріміз, Найман өскен еліміз деген бөлім бар. Сонда жаңағы мына Мамыр Сұлу бітімі қалай болды деп сөйлесіп, жаңағы ақсақалдармен сөйлесіп, жаңағы ақсақал айтады, мен осындай жасында әкем айтып еді, деп сол датаны шығарып, соның бәрін қағазға түсіріп кетіп, қазақтың тарихының үлкен бір несін жасап кетті. Жаһаннама. Оқу керек дейсіз ғой. Жаһаннаманы білмеймін, Таурих Хамса Әл-Шарқиді оқу керек. Ол бар. Қалай? Таурих Хамса Әл-Шарқи. Ол 5 мемлекеттің тарихы деген. Таурих Хамса Әл-Шарқи. Әл-Шарқи. Бұл араб тілінде? Бұл енді Шағатай тілінде бұл. Шағатайский. Бұл енді таза қазақша мағынасы 5 салалы тарих деп айтылады. 5 елдің тарихы дейді. Тек қана қазақ тарихы. Шағатай тілі араб тіліне ұқсайды ма? Шағатай тілі ол түрік, моңғол, көне тілдермен араластырған. Біз Шағатай тілінде оқыдық қой. Шағатайдың несі бір кезде бұл Шағатай ханды білесің ғой. Баяғыда қазақтар бөліне бастағанда, мына түріктер бөліне бастағанда соның оқуын нетіп кеткен, Орхон онан кейін жалғасып кеткен жазу ғой. Соны Шағатай жазуы дейді, Шағатай тілі деп кеткен. Қазір Шағатай тілі бір елді мекенде сақталған ба? Жоқ, Шағатай тілі жойылып кетті ғой. Мына соны татар тіліне ауысты. Көбінесе соңғы біз Қазанға барып татарға бастырдық. Татар мен Шағатай тілінің ұқсастығы бар. Бар екен, соны кейіннен келіп қазақтың көне сөздері жойыла бастады да, біз мына Ыбырай Алтынсариннің графасына Ахмет Байтұрсыновқа ауысып кеттік қой. Мына қазіргі тіл. Қазіргі тілдің өзі өзгереді. Тіл деген ескіреді, жаңарады ғой мысалы. Біздің бала кезіміздегі тірі организм ғой тіл деген. Сонда ана кімнің несі бүкіл осы қазақтың тарихын, жаңағы тарих жазып кеткен Аягөздің тумасы, қазақтың ең ғұлама тарихшысы сол кісі. Оны бүкіл Қазақстан осы жерде туған. Осы Сергөпілде. Жақсы аға. Аха, қазір маған бір өзі хабарласып жатыр, телефон көтеруім керек. Мынаның ішінде шіркеу бар дедіңіз, иә? Осында шіркеудің әлі тұр ма ол шіркеу? Бір несі сұлабасы тұр ғой дедім. Жақсы аға. Оның орнында не болған бәрі? Ал жаңадан салынған ол мешіт қайда енді? Ой, кейіннен сол шіркеу салынған кезде. Ол бұзылып кетті ма? Орны бар ма? Орнында білмеймін қай жер екенін айта алмаймын. Ана жерде солдаттар қарап тұр бізге. Ана жерде не? Біздің мешіт бар ғой. Қазір Сергөпілдің мешіті бар. Иә. Енді сол енді. Сол жаққа барайық па? Қазір маған хабарласады.